Сәлем достарым, бүгін осындай сочный, мощный, дәмді палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Даже бұл рецепті өзбектердің өзі білмейді. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті өнімдер пияз, ет, 4-5 штук сәбіз, күріш және приправа для плова, және чеснок пен тұз. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға көз мөлшермен май құямыз. Майды аз құйып қоймаңыздар. Сөйтіп болған пиязымызды саламыз. Пияз көп болса күрішіңіз дәмді болады. Пияз қызарғанша, сарғыш түсті оттенок бергенше қуырамыз. Мінекейіңіз. Міне шет-шеті қызарып сарғыш болды пиязымыз. Енді осы ретте етті салып, әбден қуырамыз. Мінекейіңіз, пиязымыз ерігенше етті қуырамыз. Етіміз әбден қуырылып болғаннан кейін ұзынша етіп туралған сәбізімізді саламыз. Маған ірі ғып туралған сәбіздер ұнайды. Тұз себеміз осы ретте. Сәбіз салғаннан кейін, өйткені тұз сәбізді ерітіп, солғын шығарып, ерекше дәм беретін болады. Және осы жерде бір айта кететін жайт, сәбізді жақсылап қуырып алыңыздар. Өйткені сәбізден шыққан сок күрішімізге ерекше дәм беретін болады. Сәбізіміз қуырылғанша күрішімізді дайындап қоямыз. 2 кружка күрішті жақсылап жуамыз. Егер үйлеріңізде адам басы көп болса, 3 кружка, 4 кружкаға көбейтсеңіз болады. Ал құятын су мөлшерін 2 есеге көбейтесіз. Мысалы, 2 кружка күрішке 4 кружка су құямыз. Мінекейіңіз. Содан кейін суды шіле толтырып құймаңыздар. Суы көп болып кетсе, күріштеріңіз езіліп кетеді. Мінекейіңіз, 4 кружка қатты толтырмай су құйдым. Енді осы жерде бір айта кететін жайт, мына күріштің сорпасын, күріш салатын суымызды жақсылап тұрып бір жарты сағаттай астын жай басып қайнатамыз. Сол кезде сорпамыз қоюланып, әдемі дәм беретін болады. Жарты сағат қайнатып алған сорпасына, мінекейіңіз, күрішті салдым. Бір келкі қылып шығамын бетін. Мінекейіңіз, бетін жауып, баяу отта күріштің суы тартылғанша пісіреміз. Суы тартылғаннан кейін күрішімізді бір-бір тесіп қоямыз, арасына ауа кіріп арасы пісу үшін. Содан кейін бағанағы чесноктарымызды әр жеріне осылай дәмін кіргізу үшін салып қоямыз. Приправаны мен бағана себуді ұмытып кетіппін. Бұны негізі сәбіз қуырылып атқанда себеді. Мен ұмытып кеткендіктен қазір сеуіп жатырмын, ештеңе етпес. Және де кішкене мейіз салдым. Мінекейіңіз, мынандай шашпа палауым дайын болды. Дәмі өте керемет. Прям сочный, мощный плов болды. Жасап көріңіздер. Рахмет.